Сәлем достар, бүгін сіздермен сұлу жармасынан 15 минутта дайындалатын печеньяның рецептімен бөлісемін. Өзі сондай жұмсақ, дәмді болып шығады. Видео қарамастан бұрын менің каналыма тіркеліп кетулеріңізді ұмытпаңыздар. Бізге керекті заттар: сұлу жармасы, қопсытқыш, ванилин, қара шоколад, апельсин цедрасы, крахмал, 2 жұмыртқа, қант, сұйық май. Екі жұмыртқамызға қантымызды, сұйық майымызды қосып, шанышқымен жақсылап араластырып аламыз. Жұмыртқамызға крахмал, апельсин цедрасын, қопсытқыш, ванилин және сұлу жармасын салып, жақсылап араластырып шығамыз. Қара шоколадты майдалап турап, сұлу жармасына салып араластырып шығамыз. Қамырымызды 10 минут демалдырамыз. Артық суды сұлу жармасы өзіне сіңдіріп алу керек. Формамызға видеода көрсеткендей бір ас қасықтан қамырымызды салып шығамыз. «180 градуста қызып тұрған пешке 10-15 минутқа саламыз. Печеньяларымыз толықтай қызарып пісіп шықты. Суыған соң тарелкаларымызға саламыз. Видео ұнаса, каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Рахмет!